Рамазан айы мүбәрәк болсын. Садақа мал дүниені кемітпейді, керісінше оны молайтады деген. Биылғы пітір садақа мөлшері 300 теңге болып бекітілді. Айта кетейік, былтыр да пітір садақа осы мөлшерде болған еді. Пітір садақаны Рамазан айының бірінші күнінен ораза айт намазына дейін беруге болады. Осы ретте айта кетсек, ораза айт 15 маусымда, ал құрбан айт мерекесі 21 тамызда басталады. Садақа берудің де өз әдебі бар. Әуелі садақаны өзіндегі мал дүниенің ең жақсысын беру. Керек қылмай тастаған затты сол сияқты ескі қосқыны садақаға беруге болмайды. Садақаға өзіне ұнамды, қымбат нәрсені беру, өзі қатты жақсы көретін нәрсені садақа ету, сауапты арттырады екен. Садақаны адал еңбекпен тапқан ақшадан беру. Біреуден тартып алған харам келген ақшаны садақаға беру күнә арқалатады. Осыны ескере жүріңіздер. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Қасиетті Рамазан айында жасалуға тиіс ізгі амалдардың бірі пітір садақасын беру. Өйткені ол оразада кеткен кемшіліктің орнын толтырады, жамандықтың бетін қайтарады. Сондықтан да бұл амал жағдай жеткен кез келген адамға уәжіп саналған. Жалпы пітір садақаның сауабы қандай? Ол кімдерге қанша мөлшерде берілуге тиіс? Бүгін осы жайында айтамыз. Пітір сөзі араб тілінде жаратылыс деген мағынаны білдіреді. Кейбір ғұламалар пітір садақасын дененің зекеті деп те атаған. Ол барша мұсылманға уәжіп, яғни міндет деп саналады. Пітір садақасы хижраның 2-ші жылы Рамазан оразасы парыз болған уақытта уәжіп етілген. Пайғамбарымыз осындай күнде айт мейрамында кедейлерді қайыр садақа тілеуге мұқтаж етпеңдер деген. Садақаны саулығыңда бер деген бабаларымыз 5 күндік тіршілікте алдын ала садақа беруді үрдіске айналдырған. Халқымыз оң қолың бергенді сол қолың көрмесін деп жасаған жақсылықтың садақаның жасырын болғанын қалаған. Өйткені берілген садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен Алла разылық үшін берілу қажет деп есептеген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пітір садақасына келетін болсақ, шариғатта араб тілінде закатул фитр деп аталады. Хадистерде айтылғандай пітір садақасы сауабы өте үлкен. Егер адамдар сондай бір құлшылықтарында немесе бір мінез құлықтарында іс-әрекеттерінде кемшілік жіберіп жатса, осы пітір садақа арқылы орнын толтыруға мүмкіндік алады. Жалпы пітір садақасын Алла Тағаланың міндет еткен, уәжіп еткен осы садақасын Рамазан айында ораза айтына дейін беру, бұл ертең осы дүниеде де Алла Тағала, ақыретте де бір қиындықтардан құтқарып, жеңілдіктер нәсіп етеді иншалла. Садақа берушінің білуі тиіс әдептерінің ең бастысы ықылас. Ол жүрекпен жасалынатын құлшылықтың өзегі, яғни амалдардың қабыл болуы, не кері қайтарылуда тікелей ықыласқа байланысты. Себебі пайғамбарымыз Алла Тағала тек таза, пәк нәрселерді қабыл етеді деген. Ислам ғалымдары пітірді өз уақытында бермеген адам күнә жасады. Ол пітір беруді кешіктірген үшін тәубе етіп, бәрібір оны кедейлерге беруі тиіс деген. Сонымен, мұндай күнә жасамас үшін пітірді қай уақытта беру керек? Жалпы басқа садақалардан, зекеттерден ерекшелігі, артықшылығы ол белгіленген бір уақытта және белгіленген бір мөлшерде беріледі. Белгілі бір уақыт ол Рамазан айында айт намазына дейін. Егер айт намазынан кейін беріліп жатса, ол пітір садақа есептелмейді. Пітір садақаның мөлшеріне келетін болсақ, бұл арпа, бидай, құрма, мейізден беріледі. Біздің елімізде астық пен бидаймен есептеледі. Енді қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесі бірлесе отырып өткен төралқалық жиында біздің елімізде 300 теңге болып бекітілді. Иманын садақамен сақтаған бабаларымыз оны тек қаржымен шектемеген. Жақсы ниетпен жасалған әрбір ісіміз садақа болады деп есептеген. Алла разылық үшін жасаған амалдарыңыз, берген садақаларыңыз, жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын.